Достар, бәріңе сәлем. Бүгін біз онлайн-банк мобильді қосымшасында операцияларға қол қою лимитін қалай арттыру керектігін айтамыз. Бастау үшін тағы мәзіріне өтіп, лимитті арттыру баннерін басыңыз. Лимитті арттыру үшін құрылғыны растау қажет. Екі жолмен растауға болады: бейне сәйкестендіру немесе QR-код арқылы. Бейне растау сәтті болу үшін сіз бетті тану процедурасынан өтуіңіз керек. Маңызды: бейне растаудан онлайн-банк рәсімдеген пайдаланушы ғана өтуі керек. Бейне растауды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Бетіңізді жақтаудың ішіне туралаңыз. Процестің сәтті аяқталуын күтіңіз. Сондай-ақ құрылғыны QR-код арқылы растауға болады. Экранда QR-кодты алу туралы нұсқаулар пайда болады. Кодты алғаннан немесе жасағаннан кейін сканерлеу түймесін басыңыз. Кодты сканерлеңіз. Камераны QR-кодқа апарыңыз. Құттықтаймыз! Сіздің құрылғыңыз сәтті расталды. Енді қосымшаның кеңейтілген мүмкіндіктері сіздің қолыңызда. Оның ішінде басты қолтаңба схемасы бойынша төлемдерге қол қою. Егер құжатқа кілті ІЦК мен қол қойылған болса, онда сіз құжатқа лимитті есепке алмай, екінші қол қоя аласыз.